Америкалық дата-грид компаниясына жаңа жасанды интеллектін таныстырды. Кім раққа дұрыс диагноз қоя алады? Дәрігер ма немесе жасанды интеллект па? Тәуекел Мүслім деген сияқтылар жұмыссыз қалады. Әншілер де керек болмайды. Сенесіздер ма? Сәлем достар, бүгін Инновация KZ каналында кезекті инновациялық идеялар достар. Бүгін сіздер үшін жаңа форматта жаңа шығарылым шығардық достар. Көріңіздер, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыз және қоңырау шантты басып қойыңыздар достар. Бүгін достар бірінші тақырыбымыз, бірінші шыққан жаңалық. Кім раққа дұрыс диагноз қоя алады? Дәрігер ма немесе жасанды интеллект па? Америкалық дата-грид компаниясына жаңа жасанды интеллектін таныстырды. Ол жасанды интеллект раққа дұрыс диагноз қою. Дәрігерлерге қарағанда ол 10 есе дұрыс диагноз қоя алған. Ол не үшін маңызды дейсіздер ғой? Мысалы, ауылды жерлерде білесіздер, білікті дәрігер жоқ. Ал сол жасанды интеллекттің көмегімен біз білікті дәрігердің білімін бірден ала аламыз. Мысалы, бір жағдай болды, мен бір дос балам ауыр тұмау артқан, бір дәрігер барғанда тұмаусың деген, бір дәрігер барғанда сен туберкулезсің деген. Көрдіңіздер ма? Білікті емес дәрігердің қандай нәтижеге алып келетіндігін. Сол үшін де бұл тақырып өте маңызды. Келесі жаңалық достар, модельдер керек болмайды. Яғни Тәуекел Мүслім деген сияқтылар жұмыссыз қалады. Япония елінің жасанды интеллектпен айналысатын компаниясы өмірде жоқ адамдардың бейнесін шығарды. Яғни бұл не үшін керек дейсіздер ғой? Мысалы, үлкен компания, аяқ киім немесе киім өндіретін компаниялар осындай жасанды интеллект, яғни модельдер керек болады. Ал модельдердің өзі емес, сол компанияның өнімін киіп түскен киімі керек болады. Сол мәселені дата-грид компания, Япония елінің компаниясы өзінің бағанағы бейнесіне, өмірі жоқ адам бейнесіне бағана компаниялардың киімінде, аяқ киімінде киіп көрсете алатын, оны видео қылып айландыра алатын және қозғалта алатын дәрежеде жетті. Бұл сондай компанияның үлкен пайдасы тиеді болашақта. Яғни ол қазір трендке кіреді. И сол арқылы модельдерге миллиондаған ақшасын үнемдей отырып, жасанды интеллекттің өз жұмысын атқарады. Яғни болашақта модельдер керек болмайды. Одан кейін келесі жаңалық достар, әншілер де керек болмайды. Сенесіздер ма? Себебі ақш елінің OpenAI компаниясының Mouse.net атты жасанды интеллекті өзі музыка шығара алатын дәрежеге жетті. Қалай дейсіздер ғой? Қазір дәрежеде ол 15 түрлі музыка жасай алады. Моцарттан Битлсқа дейін, яғни 15 түрлі жанрда ол музыка шығарады. Қайрат Нұртас деген сияқты біздің әншілеріміз бәрі өзінше болып жүр ғой, өлең шығарады. Ал сол жасанды интеллект өзі музыка шығарып отыр. Мінекей достар, осымен біздің әлемде болып жатқан, трендте болып жатқан ең жаңа жаңалықтар осы достар. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыз және қоңырау шамын басыңыздар. Себебі келесі шығарылымды жібере алмас үшін. Достар, келесінде бұдан да қызықты жаңалықтар болады. Күтіңіздер.